Өздерімен қауышқаныма қуаныштымын, құрметті оқушылар. Бүгін біз дарынды актер әрі режиссер Санжар Мәди туралы сөйлесетін боламыз. Ол бала кезінен белсенді болды, көп нәрсеге қызығатын еді. Алдына нақты мақсат қойып, оған жету жолында нық қадам жасайтын. Бүгінде әртіс тек туған жерінде ғана емес, ТМД елдерінде де сұранысқа ие. Болашақ актер 1986 жылы 4 тамызда Алматы қаласында дүниеге келген. Бастауыш сыныпта жүргенде-ақ мұғалімдер баланың дауысы мен қабілетінің ерекше екенін байқап, мектептегі вокалдық үйірмеге алады. Артынша биге икемі болған соң, Санжар хореографиялық үйірмеге де қатысады. Көп ұзамай бала спортпен айналысуға бел болады. Ол қызықпайтын нәрсе жоқ еді. Тенниске барып, баскетбол алаңында доп қуды. Бассейнде жүзіп, рингте қоян-қолтық ұрыс әдістерін жетілдірді. Сонымен қатар баланың шет тілдеріне деген қызығушылығы оянды. Мектептен кейін Санжар Қазақ университетінің экономика факультетіне оқуға түседі. Экономика мамандығы бойынша диплом алып, магистратураға және өнер академиясына режиссураға түсті. Оқуын аяқтап, экономика магистрі және режиссер деген дәрежеге ие болады. Өнер академиясы Санжардың актерлық қабілетін оятты. Шетел тілдерін білгеннің арқасында ол Голливуд жұлдыздарының ордасы Лос-Анджелеске аттанады. Нью-Йорк киноакадемиясында актерлықтың қыр-сырын үйренеді. 2-ші курс оқып жүргенде оның кинематографиялық мансабы басталды. Санжар Мәди жарнамалық роликтерге түсе бастады. Үлкен экрандағы дебюті 2009 жылы орын алды. Сол кезде жас актер Қуат Исаевтың «Обратная сторона» атты фильмде басты рөлді сомдады. Санжар аталған туындыда Нұртас есімді тәртіп сақшысын сомдап, талай қыздың жүрегін жаулаған еді. Алайда бюджеті $1 миллион құрайтын фильм қалың көрерменнің ыстық ықыласына бөлене алмады. Кейінірек жас актер Венера Нығматуллина және Болат Әбділмановтармен бірге «Армандар қаласы» атты көп сериалы мелодрамаға түсті. Дәл осы кезде режиссерлар актерді ерекше қырынан таныды. 2010 жылдың тамыз айында тұсауы кесілген Фархат Шәріповтың «Қызғылт қоян» туралы хикая әлеуметтік драмасы актердің жұлдызын жақты. Өнер иесі Жан есімді байдың бұзық баласының рөлін сомдады. Дәл осы рөлінен кейін актерге продюсерлер мен режиссерлардың назары ауды. Картина экранға шыққаннан кейін актерге түрлі ұсыныстар түсе бастады. 2 сериалы «Оралу» фильмінде Санжарға қосалқы рөл берілді. Сонымен қатар ол «Жүрегім менің Астана» фильмінде басты образдардың бірін сомдаған. Ресейлік көрерменге Санжар Мәди «Елки» 2 фильмдегі шағын ғана рөлі арқылы танымал. Ол фильмде Иван Ургант, Сергей Светлаков, Сергей Безруков, Ирина Альферова, Гоша Куценко сияқты ресей жұлдыздармен бірге өнер көрсетті. Бұдан кейін актер отандық аңыздар кітабы, Жұмбақ орман және Құрбылар телехикаясына түседі. Ал «Ход конем» картинасында ол басты рөлде ойнайды. Бұл Қазақстан мен Арменияның бірлескен жобасы болатын. Аталған фильм Помегранейт фильм фестиваль кинофестивалінде ең үздік толықметражды фильм жүлдесін жеңіп алды. Актерге басты рөлді сомдауға деген ұсыныс бірінен соң бірі түсе бастайды. 2015 жылы ол «Аманат» және «Несломленный» фильмдерінде басты кейіпкерді сомдаған. Бұл біздің ақырғы әңгімеміз. Бақылдасуымыз. Бұл менің соғысым. Енді сен еліңе қайт. Кездескенге, кейінгіге. Мен туралы өзің сезген
Так как понял. Көрген ақиқатты жеткізерсің. Мына ағайындардың өз шындығы бар. Аналардың шындығы бір басқа. Ал ту сыртындағылар шындықты өздерінше іздейді. Ал мен өзің аңғарғандай өз шындығыма жүгіндім. Ең өкініштісі, әділ ақиқаттың кімнің жағында екенін ешқайсымыз түсіне алмадық. Ал мен үшін ақиқат ол бабаларымның қанымен суарылған мынау ұлы дала. Осынау ұлы дала үшін, бабалар қанымен арымен қорғап қалған қасиетті мекен үшін, атам Абылайдың аманат үшін қасық қаным қалғанша соқсам, менің бар шындығым, һәм мақсат мұратым осы. Мен бұдан басқа шындық бар деп те ойламайым. Осы жолда жан құрбан. Шахид кетсем арманым жоқ. 2016 жылы Санжар Мәди «Замуж в 30» комедиясына түседі. 2017 жылдың қысында үлкен экранға Сарик Андресянның «Қорғаушылар» фильмі шықты. Аталған картинада Санжар ханды ойнайды. Осы рөл үшін актер бір ай бойы жаттығып, акробатикалық трюктерді, қылыш ұстауды үйренеді. Сонымен қатар ушу техникасын меңгереді. Түсіру тобы Мәдидің еңбекқорлығына тәнті болатын. Ол күніне 20 сағат бойы жұмыс істесе де, еш уақытта шаршағанын айтып, шағымданбайтын. Алтын Орда көп сериалы драмада Санжарға Менгу Темір ханның рөлі бұйырды. Сериалдың премьерасы 2018 жылдың наурыз айында өтті. Санжар Мәдидің кореялық танымал режиссер Ким Ки Дуктың драмасына түскенін айтпай кетуге болмас. Аталған драмада ол қосалқы рөлге ие болды. Ал басты рөлдерді Динара Жұмағалиева мен Іңкәр Әбдірәш сомдады. Фильм Мәскеу халықаралық кинофестивалінде көрсетіліп, Алтын Сент-Джордж номинациясын жеңіп алды. Санжар басты рөлді сомдаған Әділхан Ержановтың Сары мысық фильмі Венеция кинофестивалінде көрсетіліп, Мәскеудегі Жібек жолы кинофестивалінде арнайы жүлдеге ие болды. Бүгінде Санжар Мәди өз көрерменін таң қалдыруды тоқтатпайды. Ол режиссер ретінде біліктілігін арттыруда және жақын арада қазақ көрермен кезекті керемет туындысымен қуантатыны сөзсіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.